ұйымдастырып жүгіріп жаңа кім алма білма көріп жатқандай одан айтты ма бесік үйіне қонаққа келіп жатқандай өзіміз әйтеуір киімімізді киіп киім салдық рас көп рахмет саған сол үшін достар бәріңді көргеніме өте қуаныштымын көргенім бар араларында көріп тұрған көрмегендерім бар рас басымыз аман бауырымыз бүтін осы ортамыз түгел ешкімді жоғалтпай бәріміз 20 жылдан кейін аман есен жолығып тұрғанымызға аллаға мыңда бір шүкір шынымен осы жасқа келгенде өмірді бағалап бастайсың ақырын жан-жағына қарап есейіп қазір бұрынғыдай жаңағы жүгірісті тоқтатып уже мүмкіндік болып тұрса демалуға кетіп қалуға мен енді стерильно таза адам болған тұрасы керек каждый қылшыққа ана соқына былай тұрмай ма менің ерім алып тұратыныма былай тұру керек болады қазір аптада бір жиналса жиналды жиналмаса тағаны басымыз аман ғой қош деп бұрын деген бәрін жинамай жатқан ол соның өзі мысалы рас уже иә сондықтан не айтамын жаңағы расында да туысқан жақындарын жоғалтқандарға қайғырып көңіл айтамын бәріне дендерің сау болсын осылай өзгермей қартаймай күліп ойнап енді адам болғаннан кейін бәріміз қайтсек те өзгереміз қартаямыз бірақ көңіліміз жүрегіміз қандаймасын жүрегіміз 18-ге болып осы беті күліп ойнап 30 жылдықта 40 жылдықта алла бұйыртса 50 жылдықта өткенде бір жерде демалдық сол кезде 50 жыл болғандар жиналып жүр тамаша енді қарасақ бір-бірінен айырылмай расында да қадірін түсінгендер өмірдің 5 жыл сайын жиналайықшы иә сол өсіңдер өніңдер айдар молодец басын ием рас қазіргі заманда так жалғыз ботагөз ғана басын ие ме бәрің де басыңды міне демографияны көтеріп жатыр айдар өсіңдер өніңдер жаңағыдан айтып жатқандай бала шағамыздың тойында қыдыруға әрі кетсе 200 кісі жиналар иә жиналайық жиналып тұрайық бір-біріміздің қызық қуаныштарымызды бөлісіп тұрайық иә сол тағы не айтамын мен сол оқу бітіргеннен банкте жұмысқа тұрдым біраз жыл банкте істедім одан кейін бір әкемнің жолдасының фирмасына бухгалтер болып кеттім 40 бухгалтер болмаса да әйтеуір елдің ақшасын санап сол айнеліп жүрмін жылы жайлы жерде жүріп жатқан жайым бар аллаға шүкір өздерің білетін еркебұландардың сол еркебұлан бағана айтқандай бәрі мен мамаларым болсам ол папаларым ғой сондықтан сәлем айтты бәріне дұғай жақсы отырыс болсын деп сол енді басқа қызықты оқиға дегенде жаңа Таматаев деген есіме түсіп жатыр екі не есімде қалыпты бірінші сынып физикадан берген бір жас мұғалім болған еді ғой сонымен бір деңгейдегі физиканы оқыдық физика ма бірдеңе автомат қойғызып алған соған мен неме бірдеңенің тағы заңын ашты деген ол емес па в общем Жамантаевтың есіме түсіп жатыр Жамантаевтың сабағы басталады деп жаманталасып документті айналып жатырмыз күн түсіп тұр содан анамда перде жаба қояйын деп перде қалмаймын анау 3 метрлік биіктіктен келеді да градин келеді да мұрныма перде шеті түсіп кетті көрдіңіздер мұрнымда жер тіріліп қалған қан деген ағып жатыр содан басым айналып тұр қанды көріп қорқып дірілдеп сосын дана менің қолымнан ұстап ертіп екеуміз медпунктқа кетеміз содан келесі өзім маған көп тиісетінше жетіп кетпейді содан кейін келіп сұрақты мына қыз қайда деп содан бәрі айтып жатқан ғой ол мұрны сынып қалды ана гардин түсіп кетті деп қасымдағысы қайда депті сосын ол сүйретіп сол көмектесуге кетсе міне көр қазуға кетті ма деп сол заманда қазір марқұм болып кеткен ол кісі ол кісіні мен бірінші рет көрдім танып амандасып жүретін одан кейін құшақтап тұрып амандасатынбыз сол өмірлерің қызыққа толы болсын тек қана жақсы күндерде жолығайық аман болыңдар айтыр бағың жансын айналайын біздің жолымызды берсін өткенде мені көріп қалып ренжиді
қыдырып жүрсе, жаяу жүреміз, соны жүрсе ренжитіп, баяғы тиген жас екен, баяғыдан бері айтпағансыңдар сол жақсы болсын, өмірлерің тәтті, мәнді, сәнді болсын, қуаныштымын.